алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалшан вешіндігі да қаға бойлы мәлімат. Таврида Қубасының лейхасы маршрутның ең яқшы ғайысы номинациясында көмішілді епті. Кефеде МЧС қадимлері 60 бен деп атлай білген шелеріні зарарсыз алға кетірділер. Эде топчының 100 елығына бағышланған музыкалы театраль эскизлер Гаспринский адына китапханемізден нумайыш етілді. Қырым 3 ел девамында Бин Дане яңа автобус сатын алacak. Олардан бұрынжы Элі Данесі регионға кечкен ай кетірілді. Олар келечек авто ярмадамызның еларына чықачақлар. Бұл ақта Қырым Жұмқыретінің ел басшысы хабар етті. Муниципальный транспорт сможет качественно выполнять услуги по перевозке пассажиров. Конкурсные процедуры до конца года должны быть отыграны. Сергей Аксенов қайдеткенне көре елінің сонуна же Қырымда 40-қа яқын нақлет нұсқасын әлде етежек. Әкібін 25 сенесіне жесе нақлет вастасының 50% яңылаштырылacak. Девилет милетлер ара комитетінің рейсі яңы вазивеге тәнленген Альберт Кангеев гражданлар қабылны кечерді. Қырым сәкенлері топрақ дамарталары мүлкет ақы ресмелештірілігі, қасабалар газнен темен етілігі ве мади ярдым айрылығы бойынша суалернен мұражат еттілер. Бұтын меселелер бойынша аңлашмалар берілді, реберлер оларны епсаны өз незаретіне алдылар. Те, которые мы сегодня услышали, они имеют место разрешения, они имеют возможность разрешения, но для этого нужен грамотный подход с привлечением юристов, с привлечением специалистов, которые смогут определить то или иное направление решения вопроса. Я думаю, что войдем в колею, будем заниматься этими проблемами и попытаемся сделать так, чтобы на прием граждан или приходили и уходили отсюда удовлетворенные. Гражданларның қабыл етілігі айда екі кере бұрын жеве үшінші жұма ақшамы күнлері өткерлейдек, бұндан евел язылмақ керек. Тайны пещеры Таврида адлы экскурсион маршрутының лейхасы бұтын Русия туристик мүкафатында күміш қазанда ғалип ең яқшы маршрут ғайысы номинациясында сечілді. Комплекске ерасты вейер усто экскурсиясы көрсетілежек бұрынжысыны 2020 сененің башында чачақлар. Маршрутның ұзынлығы 800 метрні тешкілетежек бұл ақта лейханын ребері Геннадий Самохин хабаратты. Ерасты Қобада 3D экран ве голограммалар ярдымынен Қоба миллионлар ел евелсі насыл олғаныны көстережеклер. Тешкілетчілар о вақыт Қырымдай шыған 20-ге ақын айваны визуализация етмеге сөз берелер. Самый высокий это южный слон высотой 4,5 метра, страус 3,5 метра высотой. Ну, то есть они натурально величины, не просто будут игрушки, да, а с точки зрения палеонтологии скопированы, сделаны, как они были вживую. Қырымда айдутлы хұжым еткен инсан қыдырыла белгісіз РКШ Девлет мусисесінің қадимлерінден пара талап етті веларны қорқызды. Ләкин жинайчы камераларны көргенінен қачты. Бұл ноябрінің 5-інде микрозаймлар офисінде олды жинайы еш açılды. Ұжым еткен инсанын алеметлері. Бойы 185 см, арық беденлі үстінде мавы джинс, башлығы олған қара куртка ве бетінде тіби маска барады. Борде бір мәлімат білгенлер полис бөлігіне мұражат ете, яда 102-112 телефон номералар бойынша бағлан абылелер. Эрмени базар Гумрюк ноқтасындаки кечу вақытынша тоқтатылды. Қырым Жұмқыреті бойынша çalışқан федераль қавсызлық қызметінің сыныржылары даресі хабер еткеніне көре, бөлі қырарының себебі Русия тарафына бағлы дегаль. Идаре четелге ел алмаған етлері олған гражданларға перекоп ве жанкой кечув ноқталарына бармаға тевсие ете. Кеченлері белі олғаны кібі құруджилық ішлері себебінден Украина тарафы каланча кечув ноқтасыны вақытынша қапатажақ. Ахмезжете Азбар қызметшісі қазаға ұғрады. Вақа Трубаченко ве гражданскай соқақларының чапразында юзберді. Четел машиналарының айдавчылары бор-біріне ел бермейіп, Азбар қызметшісіні ұрып аттырдылар. Зарар көрген адам о вақыт қалдырымларыны спрейді, ГИБДД идаресі хабер еткенне көре, о сақ қалды. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД выясняется и уточняются все обстоятельства происшествия. Қырымда Кефев Құляде вазетлер везірлігінің қадимлері Таврида трассасында құртаржыларының идманыны кешірділер. Саналаштыру бойынша араба елдан авдарылды, бұндан сон яңғын телукесі пейда олды. Туташығыны сондырып олдылар мы жоқ ма? Құртаржылар насыл шекелде ел жыны тақлие еттілер. Бұл ақта невбеті келіп қамас.
Кырым куртарыcылары Хаза юз берген шартлы ерге келіп етейлер. Саналаштыру бойынша Таврида трассасында yol нақлет қазасы юз берді. Айдавжы арабаны идаре етіп оламады ве машина yol четіне аттырылды. Куртарыcылар мақсус әлетлер ярдымының қапуларына ачалар. Бір қач дақадан сон зарар көрген куртарыла. Энді төлеке yok. Бекленілмеген вазиет машинаның көчіріжісі тұташып яна. Янгынжылар әлігні көпікнен сөндірелер. Бойлі кібі талиматларының әсас мақсады февхолиде вазиетлер везірлігінде векрім спас идересінде çalışқанларының ұсталығыны тешкермектір. Бұның үшін реал яшайышта ол дұқче яқын шарайт яратылды. Надо уделять тем участкам, которые находятся более высоко расположены. Это наши перевалы, Ангарский, Грушевский, это дорога на Ипетре. Бірлікте кечірілген идманда умумен 15 адам іштирак етті. На дорожно-транспортные происшествия для обеспечения пожарной безопасности мы выезжаем часто. И сегодня мы это доказали и показали, как мы работаем, как тушим пожары. Тешкелечілерінің қиметке сөвіне көре құртарыcылар қойылған вазиферлеріні бежіріп олдылар. Her şey tez ve operativ şekilde geçirildi. Bu ise adamlarının canını kurtarganda en esasıdır. Sefiye Şukurova, Diana Bekmambetova, Millet için. Кефе көрфезінде батқан теплоход ішінде 60-тан зияде патлай білген шей тапылды. Қырым бойынша çalışқан Русия февхоляде вазетлер везірлігі идересінің матбуат қызметі хабер еткеніне көре, Жанжыры сатлы геме Улы Ватан жынқы деварінде қазаға ұғрағанады. Теплоходтан авиабомбалар, детонаторлар, артиллерия снарядлары, патронлар ве ел гранаталары көтерілді ве йоқ етілді. Бұл ішлер 17 метр теренлікте алып барылды. Жанжыры сүйі гемесі Керіч кефе десант операциясында нақлет ташылуынен оғрашаяды. 1942 сененің январь айында дұшманын авиацион ұжымы нәтижесінде пек зарарланды. Банкалардаки моделерні белгілемек, сеслерінің ламақ ве мерақлы фото тапмачаларына жева бермек. Ахмезжет мектебінің бірінші сынып талебелері бөлек конкурсларны кечтілер. Веозлерні полис рөлінде сына бақтылар. Эрбір ғалибейчін олар елдыз шекілінде бал қазандылар. Бұл тедбірні жүмхірет бойынша çalışқан ичкі ішлер везірлігі тешкілетті. Все получили очень много позитивных эмоций, и под конец мы вручили им сертификат о том, что они прошли школу юного полицейского. Мы, конечно, будем рады, если в будущем кто-то из них задумается о профессии правоохранителя. Қырым татар халқының бол-болы совет кармына. Бойв саневе ержеде топча қындай тылған сөзлер. Бүгін о 100 елігіні қайдетереді. Өзбекистанда нам қазанған артист тағыр хасталғындан сон фани дүнияны терк етті. Ләкин о сон ке күнінеже санада яшады. Эде топчының қатырасыны Исмаил Гаспринский адына китапханесінде аңдылар. Хадимлер юрек ержесі адлы музыкаль театраль эскизлер азырладылар. Халық ержесінің ижади yolu ақында мұғберіміз Айша Шулакова девам етежек. Açmadı yörem pencereni esmesin yeller. Крым Мундисликви педагогика университетінің студенті Айша Рамазанова Ачмада ярем пенжерені адлы ерні ижра еті. Эфсаневи ержімісі де топчының ю сыйлығына бағышланған тәдбір тамам бөйле башлана. Гаспринский адына Крым татар китапханесінің хадимлері юрек ержесі адлы музыкаль театраль эскизлеріні азырладылар. Өзбекистанда нам қазанған артист Эдия топчының репертуарындан алынған ер. Халқ арасында оны Крым татар бүлбүлі совет кармені деп адлайдылер. Очоғы сымилей аваларны сақлады ве ғайырдан жаландырды. Халқымыздың тарихы бұ татлы сеслы ержінің омур ве ижат yolunda аксетілген. Эдия топчы өзіні аятыны, өзіні бүтін яшайышыны япқан ижадыны бетті өзінің sevimli халқына бағышлады. Эдия топчы 1919 сенесі Бақчасарайда дүнияға келді. Музыка вегерінен балалықтан мерақланы башлады. 16 яшында олғанда Оқырым радио Девлет комитетінің солисті олды. Sonra Ахмедшит музыкалы оқып юртының вокал бөлігінде тәсіл алып башлады. Ама женг ве sonra сүргінлік себебінден оқуыны бітіріп оламады. Өмір арқадашыны фашистлер өлдірділер, ағалары есе жебеден қайтмады. Бұл қиынлықлар ақында оның татасы Сиария Хашимова Эдия топчы хатырлавлар адлы китабында yazdı. Женг вақытында оның өмір арқадашы
О вақытта белі журналист олған Осман Батыров подполье әрекетінде иштирак еткені үшін гестапочылар тарафынан вахшиже өлдірілгені хақында да yazıла. Yaşayışının meşakkatları Ediye Topçu'nu kırıp olamadı. Gurbetlikte O Haytarma adlı Kırım Tatar ansamblinin artisti oldu. Muhlisler onu Kırım Tatar Bulbuli dep adladılar. Sonra ise ona Özbekistan'da nam kazangan artist unvanı berildi. İstidatlı yerçinin omur çırağı 48 yaşında söndü. Uzun ve ağır hastalık neticesinde Ediye Topçu vefat etti. O sonki konu nece sanada bulundu. Bir Gülbek apaydı. Herkesin münasebette olan medeniyetleri. Herkesge onu mümkünleri anda koyma numune olup erecek bu ve Topçu. Başka yok edi. Ondan tilini bilgen. Muzgamızın tем более Баксавайда doğup osken eksiri. Hatıra mirasimde Ediye Topçu'nun soysopları da бар еді. Олардың әрбірі белі ерчі ақында hatırlavlarının paylaştılar. Rahmetli bitam sağolğanda Zeynep bitam. Ayttı mağa, kızın olsa, poliçari olsa, adsın. Ma mülkün olsa koyarsın dedim. Ben dedim yaxşı. Buna kısmet oldu, kızım oldu. Adısını Ediye koyduk işte. O yırlanmay, oynay. Ediye Ablayeva Kırım'da nam kazangan artist 11 yaşlı bala ekende Ediye Topçu bu kız mutlaka yerci olacağını anladı. Она будет петь, она придет вместо меня и будет петь на нашей сцене для нашего народа. Мне так это запомнилось, именно вот этот день запомнила я, да, и что она после этого времени незадолго умерла, это было вообще мне такое, я думала, как она сказала, я так и сделала. Ediye Topçu'nun icadına bağışlangan sergi da bir ay devamında çalışacak. Mında kitapxanenin fonlarından kitaplar ve vesikalar, Beli Yırcı'nın tuvganları saklagan ailevi fonlardan resimler taqdim etildi. Ekspozitsiyani ziyaret etmek ve halk artisti hakkında malumat almak için Gasprinski adına kitapxanemizge buyurunuz. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Ялтадaki hayvanat bahçesinde Yangi Dünya Şimpanzeler Kurantasında Luna adlı sabi doğdu. 2,5 yıl içinde bu endi 3. doğuf. Mevzunun devamını muhbirlerimiz böyle. 2019 senesi sentyabrının 9'unda şimpanzeler Johnny ve Violeta Kurandasında kuvançlı vakıya yüz verdi. Dünyaya Luna sabitçiği geldi. 3 günden son o 2 aylık olacak. 2,5 yıl içinde Yalta hayvanat bahçesinde bu 3. doğum oldu. Ziyaretçiler bu hayvanlarını pek seviyorlar. Manda maymunlarının bir kaç çeşidi var. Gibonlar, mangabeyler ve şamekler. Зоопарк «Планета обезьян диких кошек» существует уже почти 5 лет. В зоопарке в нашем 55 видов разных животных, более 300 особей. И что относительно шимпанзе, шимпанзе существует в природе всего 2 вида, обычный шимпанзе и шимпанзе бонобо. Вот. В нашем зоопарке обитают обычные шимпанзе. Atel'nin hayvanat parkına экзотик hayvanlarını çeşit memleketlerden getirdiler. Малыши все находятся на искусственном вскармливании в силу того, что каждое рождение шимпанзе – это очень ценный и очень важное событие, да? Вот. И чтобы сберечь каждую жизнь, приходится заниматься ими индивидуально и создавать им подходящие условия искусственно. En küçük misafirler hayvanat bahçesine gelmeyi seviyorlar. Mektep talebeleri için ise Atel'nin xadimleri meraklı ekskursiyalar geçiriyorlar. Вы были на дне рождения нашего 3-го ребенка, шимпанзе. Для нас это, конечно, и бесконечная радость, вместе с тем и гордость. И приятно, что все те 200 тысяч гостей, которые приезжают к нам, они все прекрасно знают всех этих питомцев, так как они подписаны на их социальные сети. Küçükene Luna'nın 2 ağası var. Bu Oscar ve Cesar. Oscar mında 2 yıldız. Tezden o 2 yaşını dolduracak ve endi şov programmalarda iştirak etip yetiştirdi. O samakat aydamağa, resim çizmağa ve daha ziyade yuvinmağa seviyor. Hayvanat bahçesinin rehberliği aytqana göre böyle iyi şaraitler yaratılığı ve neticede tek Kırım'da değil de bütün Rusya'da doğumunun yüksek seviyesi hayvanlarga gösterilgen sevginin bağlıdır. У нас даже такой есть негласный девиз зоопарка «Люблю и забочусь». То есть самое главное – это проявить максимум внимания, заботы и любви к животному. Ну и, конечно, не исключение – это прекрасные условия, чистота,
и очень много влияет рацион. Айванат бақчасының en yaxşı xadimlері заманауи yüksek texnologik fəaliyyətlərini donattılar. Ayvanlar üçün maxsus ratsion tizdiler ve onlarının inkişaf etmeleri üçün maxsus proqramalar işlep çıxardılar. Bunlar app saymalarga xavfsız şəraitdə yaşamağa ve çoxlaşmağa yardım etti. Naciye Isayeva, Sevil Mehmetova, Giray Abdullayev, Millet üçün. Шымдықыда қаға бұл эпсі қаберлер келечек енімізні 21 бұчықтаққа чырманас қайырлы ақшамлар.